Gruzya перевозчиктер Қытайдан алып келінді. 5 мартта Кореядан 23 біздің жарандарыбыз алып келінді. 10 мартта Кореядан дағы 10 жараныбыз Алматы арқылы алып келінді. 12 мартта Сауд Арабиясынан 285 прямой рейсмен Ошқа алып келінді. 17 мартта Индиядан Гаодан 19 жараныбыз Алматы арқылы алып келінді. 20 мартта Россиядан 357 жараныбыз 2 рейсменен Москвадан Бишкек алып келініп, 20 мартта Россиядан Ошқа 335 жараныбыз 2 рейспен алып келінді. 20 мартта Таиландтан 5 жараныбыз Алматы арқылы, 21 мартта Шри-Ланкадан, Коломбодан 4 жараныбыз Алматы арқылы, 21 мартта Таиландтан 4 жараныбыз дағы Алматы арқылы алып келінді. 21 мартта Россия, Москва, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбургтан 857 жараныбыз 7 рейсменен алып келінді. Бұл Бишкек алып келінген прямой рейсменен. 21 мартта Россиядан, Москвадан 561 жараныбыз 3 рейсменен алып келінді. Бұл Ошқа келіп қонды. 22 мартта Россиядан, Москва, Сургуттан 492 жараныбыз 3 рейсменен Бишкек алып келінді. 22 мартта Индиядан, Делиден 139 жараныбыз прямой рейсменен Манас аэропортына келді. 22 мартта Дубайдан 177 жараныбыз дағы Бишкекке Манас аэропортына келді. 22 мартта Россиядан, Москвадан 684 жараныбыз 4 рейсменен Ошқа келіп қонды. 22 мартта Египеттен, Шарм-эль-Шейхтен 5 жараныбыз Алматы арқылы Бишкек Алматы арқылы алып келінді. 22 мартта Таиландтан, Бангкоктан 11 жараныбыз Алматы арқылы, 23 мартта Египеттен, Шарм-эль-Шейхтен 126 жараныбыз Алматы арқылы алып келінді. 23 мартта Россиядан 294 жараныбыз Манас аэропортына, 23 мартта Россиядан 171 жараныбыз Ошқа келіп қонды. 24 мартта Россиядан 176 жараныбыз Манас аэропортына, 24 мартта 378 жараныбыз Россиядан Ошқа, Дубайдан 24 мартта 149 жараныбыз аэропорт Манасқа келді Бишкекке. 25 мартта Турциядан, Анталиядан 199 жараныбыз Манас аэропортына келді. 25 мартта Россиядан, Иркутск, Санкт-Петербургтан 256 жараныбыз Ошқа келіп қонды. 27 мартта Таиландтан 5 жараныбыз Алматы арқылы, 29 мартта Россиядан 2 рейсменен 402 жараныбыз Манас аэропортына келді. Малайзиядан 30 мартта 8 жараныбыз Алматы арқылы, Ирандан 31 мартта 56 жараныбыз, бұл жаңағы білесіздер, Грузия перевозчиктер бар өзінің автотранспорты менен Азербайжан, Россия, Қазақстан арқылы келді бұл жаққа. 3 апрелде Индиядан, Гао, Делиден 15 жараныбыз Тараз арқылы келді, Жамбылға келді, Шошал жақтан алып келді. 6 апрелде Россиядан, Екатеринбургтан 17 жараныбыз Бишкекке келді. 15 Вьетнамдан 15 апрелде Индонезия, Вьетнам, Бангкок, Бали, Ханойдан 32 жараныбыз через Усть-Каменогорск алып келді. Андан бері Удының транспортымен Бишкекке алып келінді. Бүгінгі күнде Кыргызстанға дағы келуші жарандарыбыздың жалпы саны 4371-ді түзеді. Россия, Москва, Новосибирск, Екатеринбургтан 2716 адам. Азербайжан 3 адам, Белоруссиядан 29 адам, Грузиядан 11, Украинадан 15, Қазақстандан 6 адам. Бардық олып, СНГ мемлекеттерден 2780 адам бүгінгі күнде келеміз деп келу қалауларын білдіруді. Андан сыртқары 1531 адам бұға чейін алып келілді. Араб Эмираттарынан 355 адам, 326 адамды біз бұға чейін алып келгенбіз. Омандан 5 адам, Эфиопиядан 1 адам, Индиядан 121 адам. Индиядан 172 адамды біз алып келгенбіз, дағы қалғаны 121 адам. Египеттен 131 адам болғанын барын алып келдік. Малдивиде 3 адамымыз бар, Шри-Ланкада 1 адам, бұға чейін 4 адам келген, Бангладеште 6 адам бар, Малайзияда 16 адам бар, 8-ін алып келгенбіз. Индонезияда 9 адам бар. Таиландта 21, 52-сін алып келгенбіз, Вьетнамда 1 адам бар.
Kuveyt'te 25 adam, Bahreyn'de 3, Katar'da 6, Kıtay'da 5, Kore'de 20, Saudi Arabistan'da 3 adam var. 285 adamdı bu kaçayın alıp gelgemiz. Pakistan'da 135 adamımız var bugün günde. Japonya'da 19 adam, İran'da 7, Yordanya'da 1, Kongo'da 2, Filipin'de 1. Bardık olup 766 adam var. Bu memleketlerde alıp gelgen adamlardan sanı 978 adam düşüyor. Turkiyada 487 adam bugün günde geliyor. Kalolarını aytıp jatışat. 197 adam bugün günge çeyin alıp gelingen. Belgia'da 3 adam var, Fransa'da 14 adam, Velika Britanya'da 17 adam, Şvitsariya'da 2, İtalya'da 10, İspanya'da 6 adam. Litva'da 5, Latviya'da 1, Estonya'da 1, Polşa'da 55, Amerika'da 135 adam, Kanada'da 2, Fransa'da 32, Avustralya'da 9, Slovakya'da 14, Çekya'da 4, Vengriya'da 24, Greçya'da 4, bardık olup bu memleketlerde 825 adam bugün günde geliyor kalılarını aytıp atışan. Bardık olup şu men aytkандай 4371 adam. 4371 adam bugün günde geliyor kalıosuna aytıp jatışan. Jana aytılgандай özüңüzдөр bilip atasыздар, geçede men malumat berdim эле, biz geçide de bu boyunca işledik. Dagı jumuştu күчөтүү boyunca, dagı uşul işlerdi alып barуу boyunca komşu memleketler menен süйлöşüp, awa mekindигин açıp, чартер işleri жүргүзүү boyunca işlerdi жүргүзүп atабыз. Бул iş дагы уланат, токтолбой, жакын аралыкта эгер кайсы бир мамлекеттен жетишүү болуп калса, бир эле мисалы үчүн Турция мамлекетинен учура турган болсок, бир эле Турция менен макулдашкандан кийин анын арасындагы транзит менен өтүшүү мамлекеттердин дагы сүйлөшүү маселелери чыгып атат. Ошо менен белгиленген дата убагында тияк менен сүйлөшүп алып, даярдап алып, анан орто жолдо кайсы бир мамлекет менен иш бүтпөй калса, ошо менен баягы рейстер токтоп калган убактарда болуп атыптыр. Бул боюнча маалыматты кесип айтышты. Ошондуктан урматтуу депутаттар, өкмөт, мамлекет бул иш боюнча абдан күчөтүлгөн режимде иш жүргүзүүгө бүгүнкү күндө даяр. Ал эми бул жака жайгаштыруу боюнча мен кечээ айтканым маселе жок. Жайгаштыруу боюнча келгендердин баардыгын обсервацияга жаткызып, аларды текшерүүдөн өткөрүү боюнча бүгүнкү күндө медицина кызматкерлеринин даярдыгы бар. Кыскача маалымат ушундай, рахмат.